Бәріне сәлем, сіздермен бірге 91. Я сен күштісің бірақ ең емес, я сен байсың бірақ ең емес, әп-әдемі бірақ ең емес, сен мен емес, сен мен емес. Я сен күштісің бірақ ең емес, я сен байсың бірақ ең емес. Қазір біз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береміз деп айтайын десем, сөйтсе біздің өзіміздің әңгімеміз бар екен, сол үшін біз өзіміздің әңгімемізді айтамыз. Біз қайтып оралып келдік, біраз уақыт үнсіздіктен кейін жаңа әндермен, жаңа әндермен емес, сол үшін жаңа әндер негізінде көбінесе сол тур барысында пайда болады, яғни турға біз жаңа әндермен кірейін деген ойымыз бар. Егер де былай алып қарайтын болсақ, біз негізі шынымызды айтатын болсақ, біз басқа 91-мыз. Біз келген әлемде 2091 жыл болып жатыр. Ал мына жердегі 91 дофаминнің екінші бөлімін жалғастыруға біздің әлемге кетті. Сөйтіп біз алмасып тұрамыз арасында. Әлемдердің арасын аралайтын көшпенділер болып табыламыз. Сол. Негізінен мен емес, ол жалпы әр адам айта алатын ән. Әр адам, яғни бізбен бірге тұратын, бізбен бір толқында болатын, тіпті біздің толқынға қатысы жоқ адам болса да, ол өзінің атынан басқа адамға айта алатын ән. Себебі көптеген кейбір адамдар өздерін басқа біреуден төмен санауы мүмкін. Себебі ол бәлкім басқа жерде тұрады, бәлкім ол басқандай бір жағдайда туылған шығар, бәлкім оларда көтерілуге немесе өмірде жетістіктерге жетуге ода мүмкіндіктері көбірек болғандықтан шығар, олар өздерін санап қалуы мүмкін, мен бұл кісіден қарағанда төмендемін деп. Негізінде олай емес. Жалпы біздің көпшілікте ондай комплекс болуы мүмкін. Бұл негізі сол комплексті жоюға арналған трек. Себебі біз ешкімнен кем емеспіз. Жалпы біздің елде тұратын адамдар ешкімнен кем емес. Сол себептен де кез келген адамнан қарағанда күштірек адам бар, кез келген адамнан қарағанда байрақ адам бар, кез келген адамнан қарағанда әдемірек адам бар. Бәлкім сол сен қарап тұрған адамнан күштірек адам өзің шығарсын. Сол жайында бұл трек негізінде. Әркімнің өзінің орны бар, және де сол орныңды сен біреуден төменмін деп көрудің қажеті жоқ. Тек қана ол адамды мүмкіндік көбірек деген ойдан болып. Себебі сен де адамсың, сен де дәл сондай басың бар, дәл сондай қол аяғың бар. Сен де дәл сол адам істеген нәрсені істей аласың деген ерекшелік жайында, ішкі жан дүниенің ерекшелік жайында. Бәріміз бірдей болғанымен де тұлға ретінде әрқайсымыз ерекшеміз. Қысым деген әртүрлі қылып айтуға болады қысым жайында. Адам ішкі қысым болады адамда. Қысым, сен биікке көтеріле берген сайын сенде қысым пайда болады. Былай да былай. Тауға шыққан кезде қысым көтеріле береді. Сен көтерілген сайын қысым да көтеріле береді. Алайда сенің ішкі қысымың мен сол сыртқы қысым, егер де екеуі бір-біріне қақтығысқан кезде сен жарылып кетпейтіндей жағдайда болсаң, онда сен жеңісің деген сөз. Сол үшін біз сол қысымға қарамастан тербел, шайқал, дымға қарама, ән айтта ешкімге мән бермей жүре бер. Іштегі мына заттардың бәрі гармонияда болу керек деген сияқты әңгіме. Біз мәтінді астына жазып қоямыз, өзіміз айтамыз. Сөздер ойыны немесе тағы басқа, бұның бәрі ойын ретінде тағы да басқалай қабылдауға болады, әркім әрқалай естиді деген сияқты. Бірақ естігісі келетін адам жоқ жерден бар нәрсені естіп қояды, сол үшін бәрі дұрыс. Қазіргі уақытта бізде интернет желісі қатты дамыған. Кішкентай балалар болсын, үлкен адамдар болсын, әртүрлі өлеңдер тыңдайды, әртүрлі әндер тыңдайды. Тіпті тілін білмей жатады. Тілін білмей-ақ тыңдайды, бірге қайталайды. Бірақ егер де дәл сол әңгімені аударып қарайтын болсаң, о жерде ұқсайтын сөздер емес, о жерде нақты сол сөздер.
әртүрлі сөздер. Біз де кішкентай кезімізде шетел тыңдап көрдік, өстік деген сияқты әңгіме. Бірақ бұл жерде жаңағыдай мен айтқандай естігісі келетін адам жоқ сөзді ести салады бар қылып, көргісі келетін адам жоқ нәрсені бар қылып көре салады. Ал біздің нақты істегіміз келетін нәрсе шоу. Біз шоу істейміз. Бұл біздің кәсібіміз, бұл біздің жұмысымыз. Сол үшін біз шоу істеу үстіндеміз. Жалпы бейнебаян толықтай концепциясы барлығынан ерекшеленеді. Ол нәрсені нақты 100% айта аламыз. Біздің бейнебаяндардан да ерекшеленеді, басқа да бейнебаяндардан ерекшеленеді. Тек ол ерекшелікті байқап көру керек болды. Бейнебаян негізінде осы Алматы қаласында түсірілді. Бізде бейнебаянның режиссері Ерболат Беделхан. Алайда түсірген 100 визуал емес осы жолы. Басқа бір топпен түсірген болатынбыз. Жалпы енді көңілден шығарлықтай болады деп үміттенеміз. Себебі бейнебаян түсіру барысында өте бір ерекше басқаша жұмыс жүрді. Оның ерекшеліктерін бәріміз байқай аламыз деген үміттеміз. Себебі жаңағыдай айтып кеткендегідей біздің елде тұратын адамдар ешкімнен кем емес және ешкімнен артық емес. Бірақ бәрі сондай өзінің тамырына оралу деген сияқты андай біздің ерекшелік қай жерде жатыр деген сияқты сондай бір кішігірім әңгімесі бар. Әлеуметтік мәселеде кішкене қиындау шығар. Әркімнің өзінің ішкі әңгімесі деп ойлаймын. Себебі ол әнді әркім өзіне бүйтіп киіп алады. Себебі біздің ойымызша әр адамның басында бар ой негізінде деген ойымыз бар. Нақты айта алмаймыз, бәлкім солай шығар. Бірақ нақты бізден шыққан әңгіме осындай. Жаңа әндер ескі стильде де емес, және мына әнге де ұқсамайтын болады. Жаңа әндер мүлдем басқаша болады. Қозғалатын тақырыптар да басқаша болады. Біз үнемі ән жазғанда жаңаша бағытта эксперименттер жасап көреміз. Сондықтан да келесі шығатын әндерде мүмкін басқаша өздерің үшін вайп аларсыздар. Әрине ұнайды. Ұнамағанда негізінде жалпы негіз біздің стильдің өзгеру, яғни жүріс тұрысымыз болсын, шашымыз болсын, келбет болсын, қайғы жағынан киім тіпті негізгісінде осындай өзгерістердің бәрі бұл біздің өзімізден шығады. Яғни бізде андай стилистер келіп, дизайнерлер келіп, Ерболат аға келіп андай болды сен осындай боласың деп ешқашан айтпаған, әлі күнге дейін де айтпайды. Біз әртіс болғандықтан бізде андай жалпы ішкі өзгерістер көп болып тұрады, эмоционалды тұрғыда өзгерістер көп болып тұрады. Көңіл күй ары-бері секіріп жүреді әрдайым. Сол көңіл күйге байланысты біз де өстіп өзгеріп отырамыз. Тағы бір қосарым бар еді. Біз енді бірінші өзгеріс деп айтайық. Көп уақыт бойы кішкене стресс алған кезінде тамақты жеп кішкене бүйтіп көркейіп қалған кезіміз болды да. Кәдімгідей тепсе темір үзетіндей әуіп кеттік та. Сосын енді топта енді кәдімгі камбэк болайын деп жатқаннан кейін мықты шығайық деген оймен енді бізде өзгеріс деп бірінші неден бастадық, ішкі денемізден бастадық та. Осы залда міне көріп тұрған залда қаншама тер төгіліп, қаншама жырыжигающий упражнениялар жасап, кәдімгідей денемізді бүйтіп тартып тастайтындай неге сонда видеолар ютубтан қосып қойып тоқтамай мына жерде біршама айғай болып ауырғанша жылағанша деген сияқты ғой. Сөйтіп қазір денеміз кәдімгі өзімізге бір сенімділік алып келді. Содан кейін соның арқасында міне стильдің өзі сода жатыр ғой. Көп жанкүйерлер бізден сұрап жатады, тамақ жақсы, жақсы дұрыс тамақ жеп жүрсіңдер ме, әлде ауыр жүрген жоқсыңдар ма деп. Жоқ, бұның бәрі уайымдамаңыздар дым, бұның бәрі біз өзіміз ойлап осылай формаға келіп жүрген жайымыз, түріміз. Сондықтан да ол өзіміздің іштегі өзгерісіміз. Сол, дым уайымдамаңыздар. Нан жемеуге болады екен. Былай айта кетейін, егер де осылай жалғаса берсе, 3 айдан кейін кәдімгі бүйтіп пресспен шығып бүйтіп тұрып істеуге болатын дәрежеде десең де, денең мускулларын бәрімен бүйтіп ойнауға болатын сияқты десең де. Сосын бізге күш қуат берсін. Бүйткен кезінде мына жерден бүйтіп күшті тамырлар шығып бүйтіп кете қалатын сияқты. Жоқ, бұның бәрі қалжың негізі, бірақ солай болуы мүмкін. Сен күштісің
baysınrak ingimiz yaşınbaysınrak ingimiz әп-әдемі бірақ еңіміз сен меніміз ясың күштісің бірақ еңіміз ясың байсың бірақ еңіміз